Сәлем достар, сіздерді EasyKZ арнасынан қайта көргеніме қуаныштымын. Видеода нарықтық және лимиттік тапсырыстың айырмасы мен олардың қайсысын қолданудың дұрыс екендігін айтатын боламын. Егер сіз ұтымды инвестиция жасағыңыз келсе, бұл екі терминді әбден жақсылап түсінгеніңіз жөн. Тақырыпқа кіріспес бұрын, тақырып сіздерге қызық болса, лайк басып, арнаның жаңа көрермені болсаңыз, арнаға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Кез келген акцияны сатқан кезде немесе сатып алған кезде брокердің қолтаңбасында лимиттік немесе нарықтық тапсырыстың біреуін таңдау керексіздер. Сол үшін осы ұғымдардың негізін түсінуден бастайық. Нарықтық тапсырыс супермаркеттегі экспресс-касса сияқты. Ол нарықта акцияларды нарықтық бағамен сату және сатып алудың ең жылдам жолы. Бұл тапсырысты көбіне ұзақ мерзімге инвестициялаумен айналысатын инвесторлар таңдайды. Ал лимиттік тапсырыс ол белгілі бір бюджет таңдап, соған сауда жасау сияқты. Лимиттік тапсырыс кезінде сіз өзіңіз сатып алатын немесе сататын бағаны таңдайсыз. Кейін сіздің тапсырысыңыз акция бағасы сіз таңдаған бағаға өзгерген кезде орындалады. Яғни тапсырыстың орындалуы біраз уақыт алуы мүмкін. Бұл тапсырыс түрін көбіне трейдерлер қолданады. Лимиттік тапсырыс пен нарықтық тапсырыстың қалай жүзеге асатынын түсіну үшін мына жағдайды қарастырайық. Мысалы, сіз Халық банкінің акциясын сатып алғыңыз келеді делік. Нарықта осы акция 150 теңге тұрады делік. Сіз сатып алу үшін нарықтық тапсырысты таңдап, акцияны алатын болсаңыз, сізге акция 150 теңгеге түседі. Алайда, сіз акцияның бағасы қымбат және одан арзанырақ бағаға, мысалы 145 теңгеге алғым келеді десеңіздер, лимиттік тапсырысқа кіріп, өзіңіздің алғыңыз келген 145 теңге деген бағаны жазып, акцияны сатып алуға тапсырыс бере аласыздар. Сол кезде, егер нарықта шынымен де акция бағасы түсіп, қандайда бір инвестор оны 145 теңгеге сататын болса, сіздің тапсырысыңыз орындалады. Ал егер сіз тапсырыс берген бағаға акция бағасы төмендемесе, онда тапсырыстың күші жойылады. Достар, сіздер лимиттік тапсырыс берген кезде ешқашан нарықтық бағадан жоғары баға қойып қоймаңыздар. Ол сіздерге тиімсіз. Мысалы, 150 теңге тұратын акцияны лимиттік тапсырыспен аламын деп, 155 теңгені жазып қоймаңыздар. Баға күнде өзгереді. Сол себепті биржалық стаканнан нарықтық бағаны алдын ала біліп алыңыздар. Енді лимиттік тапсырыс пен нарықтық тапсырыстың не екендігін түсінген болсаңыз, олардың артықшылығы мен кемшілігі туралы айтайық. Жаңа айтып өткендей, нарықтық тапсырыстың орындалуы өте жылдам. Бірақ нарықта аяқ асты баға өзгеретін болса, сіздің тәуекеліңіз артады. Осыған керісінше, лимиттік тапсырыстар сізге бағаны басқаруға мүмкіндік береді. Бірақ лимиттік тапсырыс кезінде нарықта акция бағасы сіз қалаған бағаға жетпесе, орындалмай қалуы мүмкін. Осы артықшылықтар мен кемшіліктерді ескере отырып, оларды қалай қолданудың стратегиясы туралы айтайық. Нарықтық тапсырыстарды көбіне ликвидтілігі жоғары акцияларды сату мен сатып алу кезінде қолданады. Себебі ликвидті акциялардың баға өзгерісі көп жағдайда төмен болады. Ал лимиттік тапсырыстарды көп жағдайда өзгермелі нарықта немесе ликвидтілігі төмен акциялармен саудаласқанда қолданады. Тиісінше, қай тапсырысты қай уақытта қолдануды білу сәтті саудаласудың негізі болып табылады. Қорытындылайтын болсақ, акция сатып аларда лимиттік немесе нарықтық тапсырысты таңдау кезінде сіздің инвестициялық стратегияңызды, тәуекелге қаншалықты дайын екендігіңізді, нарықтық жағдайларға назар аударыңыз және соларға байланысты шешім қабылдаңыздар. Сіздер осы видеодан қандай да бір пайдалы ақпарат алдыңыздар деп үміттенемін. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі видеоларда кездескенше.